Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өзім де көптен күттім Абайдың қара сөзін оқып беретін боламын. Бүгін біз бірінші сөзін оқитын боламыз. Ал ендеше бұл видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал біз болса бірінші сөзін бастаймыз. Кеттік! Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Ал ыстық, жыл ыстық, айт ыстық, тартыстық. Әурешілікті көре келдік. Енді жері орташы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыратқан көңілі басылмаған жастар бағамын демесе бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қысылған өзінің түгел көре алмай тұғын ұры залым тілемсектердің асығын бағып беремін деп қалған аз ғана өмірімізді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға адам, ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, білмегеніңді кімнен сұрайсың? Елсіз күнсіз де кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғаныңның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқаттырсар кісі болмаған соң ғылым өзі бір тез қарай тұғын күйік. Софылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын, қай қаракетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірімнің білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бұл деп бағам? Оны да ерме қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ерме қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Осымен, достар, біздің бірінші сөзіміз аяқталды. Ал ендеше комментарияның астына жазып кетіңіздер, екінші сөзін шығарайын ба әлде шығармайын ба? Ал ендеше всем пока-пока!